Саламатсыз оқушылар, бұл 9 класс химия, 8 параграф, 2 есеп. 8 параграф, 2 есеп. Бізге берілгені массасы 880 грамм темір эквивалентті сульфидіне азот қышқылымен әсер еткенде күкірт сутектің қандай көлемі қалыпты жағдайда түзіледі. Бірінші бізге реакция теңдеуі қажет. Күкіртте газ түзіледі. Бұл жерде бізге беріліп тұрғаны массасы 880 грамм темір сульфиді. Бізге табу керек X көлемін. Қалыпты жағдайда көлем 22,4 литрге тең. Және бізге темір сульфидінің молекулалық массасы қажет. Осындағы атомдық массасы темірдің 56 плюс 32 88 грамм. Пропорционалды теңдеу құрамыз. 880 көбейту 22,4 бөлу 88 тең болады. 10 көбейту 10 1 10-ды 22,4-ке көбейтеміз. Сонда шығады 224 литр. Бізде көлем H2S-тің.